Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше видео дайындадым. Өзімнің макияж жасау процесімен бөлісетін боламын. Макияжды қалай тез және жеңіл жасауға болатынын осы видеода бірге талқылайық. Макияжды бастамас бұрын мен бетімді жақсылап тазартып, умывашкамен жуып, тонермен сүртіп, маскамды қойып, бетімді жақсылап дайындап аламын. Келесі этапта ғана бетімізге база жағатын боламыз. Маған осы Medipilдің базасы өте қатты ұнады, өте жақсы ылғалдандырады екен, увлажнениені жақсы береді екен. Сіздерге де осыны кеңес беремін. База таппай жүрсеңіздер, осыны қолдансаңыздар болады. Бағасы где-то бір 6,5, 7,5 әр жерде әртүрлі көрсетеді бағасын. Ал уходқа келетін болсақ, Roundlab'тың уходын таңдадым. Маған бетіме ұнады. Умывашкасы мен тонерін көрсетіп тұрмын, және маскасы. Бальзам для губ. Осы бальзам для губ менің фаворитім десем де болады. Маған өте қатты ұнады. Бұрыннан бері осыны қолданамын, және осы Freemore'дың тональды кремін қолданатын боламыз. Бұл как BB крем ретінде жүреді. Мен қатты плотный тональды кремдерді жаққанды ұнатпаймын. Сондықтан осындай жеңіл тоналды кремді таңдадым. Маған бір қолданып көргеннен өте қатты ұнады. Және бұл жерде уақыт өткізіп жатырмын, өйткені бетімізге жаққан база сәл 10-15 минут көлемінде сіңу керек бетке. Бетке сіңген кезінде ғана одан соң барып асықпа тональды кремді жақсақ, бетімізге жақсы жатады. Базаның артынан бірден тональды кремді жағуға болмайды. Егер де сіздерге макияж жасауға уақытыңыз өте аз болса, асығып тұрған болсаңыз, осы базаны жағып алып 10-15 минуттың ішінде басқа тірліктеріңіздің барлығын бітіріп келсеңіздер болады. Мысалы, завтрак ішіп, киімдеріңізді дайындап деген сияқты тірлік көп қой, соларды бітіріп келсеңіздер болады. Сол уақыт аралығында сіздің базаларыңыз бетке жақсы сіңіп шығады. Міне мен уже базамды бетіме сіңдіріп, енді ғана тональды кремді жағып жатырмын. Осылай кистің көмегімен жағып аламын, содан соң барып қана спонжбен басып шығамын үстінен. Спонжиктеріңіз жуылған, таза болу керек, және ол сулы болған кезінде тональды кремдеріңіз жақсы жататын болады бетке, жақсы сіңетін болады бетке. Осылай бір тегіс етіп, артынан өте легкий движениемен бетімізге осылай жағып шығатын боламыз. Қатты спонжбен оны сүртіп, ұрып істесеңіздер, беттеріңізде тональды кремдеріңіз әдемі жағылмай қалады. Қасқа, көздің үстіне де міндетті түрде тональды кремнің қалғанын жағып жіберіңіздер. Өйткені ол как подложка сияқты болып тұрады, көзімізге тең жаққанда соны ұстап тұрады, және қасымызға жаққан кезінде, бояған кезде әдемі форма көрсетіп тұрады. Егер де қастарыңыз табиғи болса, гель для бровей жарасса, соны қосып қолдануға сіздерге міндетті түрде кеңес беремін, өйткені өте әдемі көрсетеді. Маған жараспағандықтан мен оны қолдана алмаймын. Ендігі кезекте консилер қолданып жатырмын. Beauty Creation'ның консилері осындай мен аз-аздан жағамын, өйткені тональды кремді де қатты көп батастырып жаққан ұнамайды. Сондықтан консилерді де тек жағу керек зоналарға ғана аз-аздап осылай жағып шығамын. Бізге аздап сияние берсе, соның өзі жеткілікті. Мұрынның айналасында спонжбен жақсылап айналдырып жағып шығамыз, сонда макияжымыз таза көрінеді. Ендігі кезекте көзімізді бояймыз. Маған осы нуттың осы тені қатты ұнады. Бағасы 5000 теңгеден жоғары тұрады. Ішіндегі оттенктері де менің ең сүйікті түстерім деп айтсам да болады. Маған қоңыр сарғыш түстер өте қатты ұнайды. Ең алдымен осы ашықтау цветін алып, көзіміздің ең шеткі бөлігінен бастап осылай бояп шығамыз. Растушевка жасайтын кистпен өзіңізге ыңғайлы кистті алып, осылай мен көрсетіп жатқандай бояп шығасыздар. Акцентті тек көздің шетіне қарай бояп, соның ары қарай жан-жағын растушевка жасасақ, сонда әдемі шығады. Енді екінші сәл қоюлау түсін алып, үстінен осылай басып бояп шығатын боламын. Қатты, прям көзге тығып бояудың керек жоқ. Легкий движениемен растушевка жасап бояймыз. Ендігі кезекте осы ашық цветтерін алып, көздің алдыңғы бөлігіне осылай растушевка жасап бояйтын боламыз. Бұл жерде легкий движениемен растушевка жасай алсаңыздар болды. Өте әдемі шығады тендеріңіз. Мен осы бұрыннан келе жатқан кестім, өзінің тарихы бар кест бұл. Маған қатты ұнайды, растушевка жақсы жасайды растушевканы. Осымен ең темный цветін алып, ең шетіне акцент беріп, қарамен бояп жатырмын. Енді үстінен қолымның көмегімен жылтырақ қою қоңырмен қолымның көмегімен істеп шығамын. Осы өте әдемі көрінеді. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Маған әсіресе осындай қоңыр сарғыш түстер, сосын нюдовый цветтер өте қатты ұнайды. Сіздер де осындай өздеріңізге ұнайтын, өздеріңізге жағатын, сіздерге әдемілігіңізді, нәзіктігіңізді одан сайын арттырып тұратын осындай цветтерді тауып алуларыңызға кеңес беремін. Өйткені макияж жасағанда еш қиналмай цветін бояйтын боласыздар. Сол кезде көздің алдыңғы бөлігіне байқасаңыздар, мен ашық цветтерді
өте жақтым. Және көздің астыңғы жағына, яғни слизисті жағына осындай ашық қоңырмен астын бояп аламыз. Сосын көздің ең шеткі жағына сәл темныйлау қоңырды бояйтын боламыз. Сол кезде акцент беріп тұрады, көзімізді кішкене үлкендеу етіп көрсетіп тұрады. Және көздің алдыңғы бөлігіне міне көрсетіп тұрған екі жылтырақты араластырып, көздің алдыңғы бөлігіне жағамыз. Тек ортасына дейін полный жағып тастамаймыз, өйткені біз көздің ең шеткі жағына қою түстермен акцент бердік. Сонымен өте әдемі үйлеседі. Дәл осылай видеодағыдай жасап көріңіздер. Мен бұл бояудың бәрін ойымнан құрастырып бояп отырған жоқпын. Мен де арнайы топ-мастерден сабақ алып оқыған болатын. Содан соң барып сәл сауатты боянуды үйреніп, қолым әбден жаттыққан соң сіздерге осылай видео түсіріп отырмын. Пудра жағатын сәтке де келіп қалдық. Мен брендовый осындай качественный Sialux'тың пудрасын қолданатын боламын. Сіздер де қолданып көрсеңіздер болады. Кеңес беремін. Өте качественный продукт. Бұл қай жерден алатындарыңызды білмесеңіздер, маған жазсаңыздар болады. Сіздерге көмектесемін қалай алуға болатынын. Бұл люкс варианттағы пудра, ендігі бюджетный варианттағы пудраны да көрсетіп кетемін. Міне осы пудра, рассыпчатый пудра, өз бағасы 3000 теңгеден аспай. Пудралардың ішіндегі ең жақсысы. Ендігі кезекте румяна қолданатын боламыз. Catrice фирмасының румянасы. Бұл да бағасы 3000 теңгеден аспайды. Ары кетсе 2,5 сондай тұрады бағасы. 3000 теңгеден аспау керек. Бұрын сондай еді, қазір білмеймін бағасын. Осылай күлген кезде томпиып тұрады ғой бетіміздің алдында. Сол жерге жағамыз румянаны. Егер сіздер беттеріңіз, менің бет көлемім өте кішкентай болғандықтан мен ешқандай контуринг қолдамаймын. Егер бетім жалпағы үлкен болатын болса, мен контуринг міндетті түрде қолданатын едім. Ендігі кезекте Vivienne Savonның помадасы мен блеск для губ. Осы екеуі маған өте қатты ұнады. Және Miss Tys'тың карандаштары. Ең алдымен осылай қоңыр түсті карандашымызбен ерніміздің айналасына контур сызып шығамыз қоңыр цветпен. Макияжды дәл бір тамақ жасау сияқты деп айта алатын едім. Бастысы дұрыс өнімдермен қадамдарды білсеңіз болды. Қолыңыз жаттығып үйреніп кетесіздер, қатты қиын нәрсе емес. Ең бастысы сіздің боянуға деген қызығушылығыңыз, іштегі бір желаниеңіз болса болғаны. Менде де бір осындай бір қызық жағдай болған. Мен боянуға студент кезде, мектеп кезде мүлдем қызықпағанмын. Мен боянуға осы 25 жасыма толғаннан кейін, екі қызымды босанып неге әкелгеннен кейін барып қызықтым. Енді қоңыр карандашымыздың үстінен осы нюдовый цветтегі карандашпен үстінен тағы бояп сызып шығатын боламыз. Ішімдегі бір боянуға деген желанием, қызығушылығым мені тыныш отырғызған жоқ. Түрлі курстарды көрдім. Енді үйде отырған, декреттегі кішкентай баламен отқан ана болғандықтан түрлі онлайн курстардың бәрін салыстырып көрдім. Қайсысы маған ұнайды, қайсысы визажистің жасаған маған жақын, соны алып курсын оқып, соны қайталап курстағы көрген нәрсемді жасай бердім. Соңында өзіме ұнайтындай нәтиже шыққанда мен кәдімгідей таңғалдым, өзіме қуандым. Отырып осындай нәрсеге қызыққан өзі мен үшін бір үлкен бір жетістік болды десем де болады. Енді Vivienne Savonның помадасымен осылай ернімізді бояп шығамыз. Осы оттенктегі түсі маған өте қатты ұнады. Енді Vivienne Savonның блеск для губымен бояйтын боламыз. Өзіңізге ұнайтын помадамен бояй бересіздер. Мен сіздерге бұл жерде ақыл айтып отқан жоқпын, жай өзімнің кеңестерімен бөлісіп отырмын. Иісі деген өте әдемі. Осы бальзам өте қатты ұнайды маған. Егер де осылай жылдырап тұратын бальзамдар, блесктер жақсаңыздар, адамды жас әрі әдемі етіп көрсетіп тұрады. Егер де матовый жақсаңыздар да болады, тойға бір жаққа баратын болсаңыздар. Егер осы блеск болсаңыздар, сізді жас әрі нәзік етіп көрсетіп тұрады. Сіздер осы макияж жасағанда немесе ұзақ бір тағамдар жасағанда болады ғой, сондай моменттер, ұзақ отырып асықпай боянатын сәттер. Сондай кезде қандай подкасттар тыңдайсыздар, немесе музыка тыңдайсыздар ма? Комментарийға жазып отырыңыздар қызықты сәттеріңізді, немен айналысатындарыңызды, не тыңдайтындарыңызды, соны бәріміз отырып комментарийда талқылайық. Енді подводка жағатын уақытқа да жетіп қалдық. Подводка менде Cabaret немесе Sialux, осы екеуін біреуін жағам, біреу бюджет, біреуі люкс. Егер де кірпік жалғайтын болсаңыздар, қазір неше түрлері шықты ғой, өзің жабыстыра беруге ыңғайлы кірпіктер, сондай жабыстыратын болсаңыз, немесе наращивание кірпіктеріңіз болатын болса, подводка жағудың керек жоқ, сонымен де әдемі көрінеді. Подводкаңыз сізде үнемі жақсы шықпайтын болса, менің сызып жатқаныма жақсылап мән берсеңіздер болады. Жайлап подводканы қатты баспай, ұшымен осылай сызып шығамыз. Мен керісінше көздің тұсынан жоғарыға тартпаймын, керісінше жасайтын боламын. Қастан көзге қарай тартатын боламын.
солай жасау мен үшін өте ыңғайлы және бірден сызылып шығады. Солай бірнеше рет қайталасаңыздар қолдарыңыз жаттығып кетеді. Сонда да подводка жағу сіздер үшін өте қатты қиын болса, жаға алмаймын, жақпаймын дейтін болсаңыздар, тең жаққан кезде көзіңіздің шеткі бөлігіне қою түсті, қоңыр түсті түстерге акцент беріп бояп жерсеңіздер, көзіңізді үлкен етіп көрсетіп тұрады. Әйел болу бұл тек сыртқы көрініс емес, ішкі үйлесім деп айтар едім. Макияж өзіңізге деген сенімділікті сыйлайтын құрал ғана. Сіздерге қазір қолымда бар осы Sialux'тың продуктысын көрсетіп кеткім келеді. Бұл өте жақсы брендовый эко-продукт. Алатын болсаңыздар, маған хабарласып жазсаңыздар болады. Green Life компаниясынікі. Бұны қазір көп адам біледі. Өте таза зат екенін. Әрбір қыз келіншектің сұлулығы оның табиғатында деп білемін. Макияж тек біздің бетіңізді безендіріп қоймайды, ол бізді өзімізді сәл жарқын сезуге көмектесетін құрал, бірақ ең бастысы өзіңізді жақсы көру дер едім. Ендігі кезекте шашымызды сәндейтін боламыз. Менде гафри бар, сол гафримен шашымды толқынды бұйра етіп жасап шығарамын. Макияж жасағанда біз ерніміздің айналасын тазалауды ұмытып кетіппіз, соны қазір жасай салатын боламын. Осылай тоналка жаққан кистімізді алып, кішкене тоналка алып, өйстіп шет-шетін тазалап шығамыз. Сонда өте әдемі, таза болып, ерніңіз өте әдемі болып көрініп тұрады. Макияждарыңыз сондай таза, әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Және дәл солай қасыңызды бояп жатқан уақытта астын мен көрсетіп тұрғандай кішкене тоналкамен астын четкость беріп сызып шықсаңыздар болады. Менің қасым өзі перманентный дайын қас болған соң ондайды жасамадым. Тем более гель для бровей жақпайтын болғандықтан оны жасаудың маған қажеті жоқ. Егер сіздер қастарыңыз табиғи болатын болса, солай жасап четкость берсеңіздер өте әдемі көрінеді. Әсіресе тойға, вечерный макияждарға солай астын четкость беріп істесеңіздер өте керемет шығады. Сіздерге прям кеңес берем соны. Енді шашымызды жасауға ары қарай кірісейік. Міне осы гафримен шашымды бұралап шығатын боламын. Енді мен стайлер алғым келіп жүр. Стайлер қолданып көргендер бар ма арамызда? Қалай қолдану оңай ма? Көп уақытта алмай ма? Соны да жаза кетіңіздер комментарийға. Мен стайлерге қатты қызығып жүрмін. Әйел болу өзі үнемі бір нәрсені қалап тұрып, бір қалауыңды алсаң, екінші қалауың пайда болады. Бәріңізде сондай шығар, иә. Енді бет күтімін айтатын болсақ, мен бет терісім өзі комби кожа, яғни аралас типті кожа. Онымен қоса кожам өзі сондай бір нәзік, үлкен бір күтімді талап ететін кожа. Уход жасамай, қарамай қойсам, кәдімгідей прыщиктер шығып, жаман болып кетеді бетім. Онымен қоса мен уходпен қоса витаминдерді ішем. Соның арқасында менің бетім жақсы тазарды. Сіздер де өздеріңіздің сүйікті уходтарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Білетін күшті әсер ететін маскаларыңызбен комментарийде бөлісе отырыңыздар. Қандай декоративный фаворит косметикаларыңыз бар, соны да жаза отырыңыздар. Бәріміз отырып комментарийде талқылайық. Міне біздің макияжымыз, шашымыз дайын. Осы макияж сіздерге ұнаса, бір пайдам тисе, мен өте қуаныштымын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюға кеңес беремін, және осы видеоны құрбыларыңызбен бөлісіп қойсаңыздар, осылайша қазақша контенттің дамуына үлес қоса аласыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.